Тоқал деген әрбір әйел үшін жүрегіне ауыр соққы әрі көзге шыққан сүйелдей көрінетінін айтпай-ақ білесіздер. Қазақ халқын тоқалды не үшін алғандығы бәрімізге белгілі ғой. Бұрынғы бабамыз тоқалды еркенен алмады. Онда да ол біреудің жесірі, жетімі. Көздерін жаутаңдатпай, аш қалдырмай бәйбішесін сүйсе де шарасыздан тоқал алуға мәжбүр болған. Қазір Аллаға шүкір, бәрі бар. Жесір қалса да балаларын аш қалдырмай, ешкімнен кем қылмай өсіріп жатқан қайсар аналар жетерлік. Бірақ ойы таяз, әбден тойынған еркектер бұны түсінбек түгіл санасына бойламайтыны өкінішті. Ләйлә, өтінемін, бұлай жасамашы. Әлі тым жассың ғой, менің күйеуімнен бас тартшы, балаларымды аяшы. Өтінемін, аяғыңа жығылайын. Ақша десең ақшада берейін. Тек отбасымның шырқын бұза көрмеші деп қаншама рет жалынған, жылаған Толғанайдың сөзінде өзінде елемеді. Күйіс қайтарған сиырдай аузы шайнаң-шайнаң еткен Ләйлә: мені 5-10 теңгемен алдамақсың ба? Қарай көр мынаны, өзін менен тым ақылды санайды. Сен тұрған зәулім сарай, қымбат көліктер, тағы басқа дүниелердің иесі ендігі жерде менікі болады. Енді мазамды алма, әйтпесе Мәуленнен мәңгіге айырыласың. Толғанай соңғы кезде әбден жүдеп кетті. Өзін аспандағы айға теңейтін Ләйләні отбасынан алыстатамын деп-ақ жүйкесі де жұқарды. Кейде ойына күйеуінің тоқалын өлтіріп тастауға дейін барады. Бірақ бұл ойынан өзі де қорқып кететін. Сіздерге түсінікті болу үшін Толғанайдың өмірін басынан бастап баяндап берейін. Отбасы жағдайы қарапайым, ел қатарлы өмір сүріп жатқан Толғанай аға-сіңілдерімен бақытты өмір сүріп жатты. Үйдің ортаншысы әрі қыздардың үлкені. Толғанай өте сұлу қыз боп бойжетіп келеді. Ауыл жігіттері іштей тамсанып, көрген сайын жүректері кеудесін шығардай дүрсілдей соғатын. Батылы жеткендер сөз де айтты. Бірақ бұл сұлу қыздың жүрегін жаралаған өзінің сыныптасы Мәуленге ғашық еді. Ол да өзіне ынтық екенін білетін қызға әрі ауыл жігіттерінің қолы жетпейтін сұлуды жанынан кетірмей, досы ретінде араласып, сырласып жүрді. Өзінің сұлулығына сенетін Толғанай Мәуленнің өзіне сөз айтатын күнді тағатсыздана күтіп жүрді. Бірақ жігіттің асығар түрі жоқ. Мәулен де жігіттердің ішіндегі көз тартатын сымбатты денесі мен сүйкімді көрсететін бұйра шашымен қыздардың арманы еді. Құр сұлулықтан не пайда, жүрегінде тұрақтылық сезімі жоқ жанын еді. Әр гүлге бір қонған ара сияқты, әр қыздың жүрегіне бір үміт беретіні тағы бар. Мәуленнің бұндай қылығына Толғанай көз жұма қарады. Өткені ғашықтықтан көр соқырға айналғандай. Мәуленді көрсе ренішін бірден ұмытып кететін. Байғұс қыз жауапсыз махаббаттың шырғалаңынан шығар емес. Анасына да бар сырын жайып салған еді. Анасы біраз ақыл айтып, ол жігітті ұмытынын талай айтты. Мәулен үйдің жалғыз ұлы, әке-шешесі де бай қуатты, әкесі ауылда әкім. Қолында билігін пайдаланатын ақшақұмар әйелдер сол әкімді айналшықтап ауылға да атты шыққан еді. Анасы да беті жылтырағанымен оның да көңілдесі бар. Одан кейін балаға қандай тәрбие берсін? Бекина қызының жүрегі Мәуленге байланып қалғанын естіген ана күнде уайымдайтын. Қызын ешқайда жібермей әрі Мәулен туралы айтса ұрсып тастайтын. Тіпті Мәуленнің ата-анасының дұрыс емес жандар екен талай ашықтан ашық айтса да қызы мүлде елемеді. Бар ойы мен санасын сол жігіт жаулап алғанды. Соңғы мектеп бітіру кеші де келіп жетті. Барлық түлектердің жүректері қобалжып, ересек өмірге қадам басуға дайын. Толғанай ботадай көзімен қайта-қайта ғашығына қарап қояды. Ішінен бүгін маған сөз айтады деген үміті де бар. Оны түсінетін Мәулен бе? Кеш те болды, кешкі отырысқа қыздардың бәрі гүлдей жайнап, отырысқа сән бергендей. Жігіттер жағы тығып сыра да қойды. Толғанай ғашығын қанша күтсе де өзі ойланғаныдай болмады. Ашулана жігіттерге: кәне маған да сыра құйыңдаршы, біз де татып көрейік деп өзі стаканын ұсынды.
Іштерінде аздап градус бар сыныптастарды «Оу, Толғанай жарайсың» қолдай кетті. Бір емес бірнеше стакан ішкен Толғанай масайып қалды. «Мәулен, мені үйге жеткізіп салшы, тек өзің ғана саған айтар әңгімем бар» деген Толғанайға басқалары күле қарады. Олар қыздың Мәуленге ғашық екенін білетін еді. Толғанай мен Мәулен көшеде жаяу жүріп келеді. Таза ауаға шыққан қыз аздап есін жинай бастады. Бар ұятын жиып қойған Толғанай: «Мәулен, осы уақытқа дейін сені ғана сүйгенімді білесің бе? Мені кешір. Мен өзімді ғана ойлаппын. Сенің маған мүлде сезімің болмаса да үміттеніп жүрген өзімнен де кінә бар». Сықылықтай күлді де көздерінен ыстық жас аға бастады. Толғанай: «Бұлай жасамашы, есіңді жи» деген Мәуленді қатты қысып құшақтаған қыз жігіттің ерінен сүйіп алды. Өз қылығынан ұялған сұлу тез есін жиып кешірші деген сөзді айтты да үйіне қарай жүгіре жөнелді. Артына күле қарап тұрған Мәулен басын шайқап өзін біртүрлі күйде сезінді. Қанша қызға сөз айтып жүрегін жарыласа да, ешқашан ол қыздардың еріне сүймек түгілі құшақтамаған еді. Алғаш рет Толғанайдың құшағында әрі ерінен сүйіп алғаны есіне түскен сайын жүрегі сыздап қояды. Көзін жұмып, қайта-қайта көз алдына елестетіп күліп алады. Толғанай болса сол күнгі қылығынан ұялып кірерге тесік таппай, үйде ешкім жоқта жастыққа басын басып жынды адамша айқайлап алады. Бірде үй телефоны шыр ете қалды. Толғанай сыныптастары шығар деп көтерген еді, Мәулен екен. Ұялған қыз тұтқаны қоя салды. Екі беті дуылдап, құлағының ұшына дейін қызарып кетті. Қайта-қайта шырылдаған телефонды көтерген Толғанайға: «Тұтқаны тастамашы, Толғанай, мен де сені ұнатамын. Бүгін кездесекші» деген Мәулен жалына сұрады. Қобалжыған әрі толқып кеткен қыз «Жарайды» деген сөзді әзер айтты. Анасынан тығылып кездесуге шыққан Толғанай мен Мәуленнің арасында тәтті сезім алаулап, бір күн көрмесе сағынып, қимас сезімге ұласты. Кездескен сайын еріндері табысып, өздерін сондай бақытты жандар санады. Ұбт-ның уақыты да жақындап келеді. Толғанай болса тестке дайындалуға мүлде мұршасы болмады. Бар ойы Мәуленмен кездескен түнін, сымбатты денесі, құшағы, ыстық ернін ойлап-ақ ұйқыға кететін еді. Мәулен болса уайымы жоқ, әкесі бәрін шешіп қойды. Оқуы да дайын тұр. Әкесі әлде қашан ең мықты университетті дайындап қойған. Ғашықтықтан бал-бұл жайнаған қызының жүзін көрген ана: «Сен қызға не көрініп жүр? Тым көңілдісің ғой». «Апа, тестке дайындалып жүрмін. Ұбт-да жақындап келеді. Көңілімді өзім көтермесе кім көтереді?» Іштей анасына жалған сөйлеген үшін тілін тістеді. Санаулы күннен соң ұбт-да болды. Толғанайдың дайындығы аз болғандықтан бір сабақтан екілік алды. Жылады, өкінді. Қанша өкінсе де пайда жоқ. Ата-анасы да ақылы оқуға шамасы жетпейді. Мәуленмен кездескенде құшағында қайғырып тұрды. Ғашығының мұңды жүзіне шыдамаған жігіт: «Жаным, үйренейікші. Әкем бізді оқытады. Болса да біз бір-бірімізді сүйеміз» деп асығыс шешім қабылдады. Келесі жылға қалып қоятынына әрі ауылда жүрсе, басқа біреу алып қашама деген үрей не десе де сүйіктісінің жанында болатыны Толғанай үшін дұрыс шешім сияқты болып көрінді. Сол түні екі ғашық ешкімнен ойласпай бір бүтін болуға келісіп, Мәулен Толғанайды үйіне апарды. «Мам, пап, келін әкелдім». Қуанған ұлының сөздері әке-шешесінің төбесіне найзағай түсіргендей. «Есің дұрыс па сен баланың? Бесіктен белің шықпай жатып үйленбейсің. Қайдағы тақыр кедейдің қызын әкеп». «Мам, пап, олай демеңдер. Мен ол қызды сүйем. Кедей ма, басқа ма, онда шаруаларың болмасын. Келіспейді екенсіңдер, сүйіктімді аламын да бұл жерден кетемін. Немесе Толғанайдың үйіне барып тұрамын». Ұлының мына сөздерінен қорыққан ата-ана амалсыз келісуге мәжбүр. Таңертең қызының үйде жоқ екенін білген ана жүрегі тоқтап қала жаздады. Бар ойы қызының өзіне қол жұмсаған деген ой шарлап барады. «Ойбай-ай, үйде Толғанай жоқ. Қораны қараңдар» деп жылаған күйі отыра кетті. Жүруге аяғын баса алар емес. Қызының еш жерде жоқ екені одан әрі ананың уайымын үдете түсті. Бір кезде үй телефоны шыр ете қалды. Көршісі екен. «Ей, қызың қашып кетіпті ғой,
дайындал, кешірімге әкімнің туыстары бара жатыр. Мына сөзді естіген ана есеңгіреп, о тоба, мына қыздың қылығын-ай, жаңа ғана уайымнан не істерін білмей отқан ана енді ашуға булығып, шашыңды жұлып қолыңа бермесем бе, оңбаған қыз үйден ашулана жұлқынып шықты.